Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өркеннің морфологиялық құрылысы. Сабақтың мақсаты өркен жүйесінің құрылысы мен түр өзгерістерімен танысу. Өркен төбелік меристемадан пайда болатын және морфогенездің алғашқы этаптарында арнайы маманданған бөліктерге, сабаққа, жапыраққа, бүршікке бөлінетін мүше. Оның негізгі атқаратын қызметі фотосинтез. Сонымен бірге өркеннің әртүрлі бөліктері өсімдіктің вегетативтік жолмен көбеюін, артық қор заттар мен суды бойына жинау қызметтерін де атқарады. Өркеннің негізгі орталық тірек бөлімі сабақ болып табылады. Сабақтың жапырақ өсетін жуандау жерін буын деп атайды. Ал бір буын мен екінші буынның арасын буын аралығы деп атайды. Буын аралығы ұзын болса, ұзарған өркен, қысқа болса, қысқарған өркен деп аталады. Жапырақтың сабаққа орналасқан жерін жапырақ қолтығы деп атайды. Әдетте өркенде бірнеше буын және буын аралықтары болады. Өркеннің осындай қайталанып келіп отыратын, бірдей атпен аталынатын органдары бар бөлігін метамерия деп атайды. Өркеннің әрбір метамері жапырағы бар буыннан, қолтықтық бүршіктен және төменгі буын аралығынан тұрады. Орналасу ерекшеліктеріне қарай бүршіктерді төбелік және бүйірлік деп бөледі. Бүйірлік бүршіктер шығу тегіне қарай қолтықтық және қосалқы бөлінеді. Ұзақ уақыттар бойы өркен бермейтін қолтықтық бүршіктерді бұйыққан бүршіктер деп атайды. Қолтықтық бүршіктер не жалғыздан, не бірнешеден топтасып орналасады. Қосалқы бүршіктер сабақтың кез келген бөлігінен меристемалық клеткалардың белсенділігінің нәтижесінде эндогенді жолмен пайда болады. Бүршік жоғарғы сатыдағы өсімдіктердегі өркеннің бастамасы. Барлық гүлді өсімдіктерде өркеннің түріне қарай вегетативтік және генеративтік бүршік түрлері кездеседі. Вегетативтік бүршіктің құрылысы өсу конусымен аяқталатын меристемалық өстен және жапырақ тұмсықшасынан, яғни алғашқы метамерлердің сериясынан тұрады. Ал гүл түзетін репродуктивтік немесе генеративтік бүршіктер тек алғашқы гүлдің немесе гүл шоғырының бастамасынан тұрады. Мұндай бүршіктерде фотосинтез процесі жүретін жапырақтардың нышаны мүлдем болмайды. Жапырақтың сабаққа орналасуында белгілі бір заңдылық болады. Жапырақтың сабаққа орналасуының негізгі 3 түрлі варианты болады. Спиральді орналасу немесе кезектесіп орналасу. Буында тек бір ғана жапырақ болады. Сабақта жапырақтар спиральдің бойымен орналасады. Қарама-қарсы орналасу. Буында бір-біріне қарама-қарсы орналасқан 2 жапырақ болады. Топтасып орналасу. Буында 3 немесе одан да көп жапырақтар орналасады. Өркен ұзындыққа әдетте төбелік меристемалардың белсенділігінің нәтижесінде өседі. Бұдан басқа көптеген өсімдіктердің өркендері қыстырма меристемалардың белсенділігінің нәтижесінде едәуір ұзарып өседі. Өркеннің остік бөлігі өсімдік сабағының өсуі барысында бұтақтанады. Бұтақтанудың нәтижесінде өсімдіктің аумағы ұлғаяды. Бұтақтанудың келесідей түрлері болады. Дихотомиялы бұтақтану немесе ашалана бұтақтану. Өсу нүктесіндегі инициалды жасушалар екіге ажырайды. Соның нәтижесінде
бірінші ретті бұтақ ұшынан екінші ретті екі бұтақ өсіп шығады. Бұлардың әрқайсысы өз ретінде ашаланып, бірде екі жаңа бұтаққа бөлінеді. Инициалды жасушаның бөлінуі арқылы бұтақтану төменгі сатыдағы балдырларға, саңырауқұлақтарға, қыналарға, сол сияқты жоғарғы өсімдіктерден мүк, плаун тәрізділерге және ашық тұқымдардың кейбір өкілдеріне тән. Дихотомиялы бұтақтану бұтақтанудың көне бөлімі. Бұтақтанудың келесі түрі моноподиялы бұтақтану. Моноподиялы бұтақтану кезінде бүршігінен пайда болған өркеннің ойыстық бөлігі сабақ ұшы арқылы өсуді жылдар бойы, кейде өсімдік тіршілігінің соңына дейін жалғастырады. Бұндай жағдайда жанама өркендер негізгі сабақтың жанама бүршіктерінен жетіледі және моноподиалды бұтақтануды жалғастырады. Сүректі өсімдіктер моноподиалды тәсілмен бұтақтанғанда олардың сабағы жуандап, ұзарып өсіп, қуатты дін пайда болады. Бұған майқарағай, балқарағай, қарағай, шамшат, самырсын, көктерек, емен сияқты өсімдіктер мысал бола алады. Келесі бұтақтану түрі симподиалды бұтақтану. Симподиалды бұтақтану кезінде негізгі немесе жанама сабақтың төбе бүршігі біраз уақыт өткен соң өледі немесе өсуін баяулатады. Бұл кезде төбе бүршігіне таяу орналасқан жанама бүршіктен өркен жетіліп, ол негізгі бұтақтың орнын басып, тік өседі де негізгі сабақ бүйірінің біріне қарай ығысады. Пайда болған жанама бұтақ көп ұзамай өзінің ұшы арқылы ұзарып, өсуін тоқтатады да, оның бой конусының төменгі жағындағы жанама бүршіктен жаңа өркен өсіп шығады. Бұтақтану осылай жалғаса береді. Нәтижесінде негізгі дін қысқарып алады. Оны жанама бұтақтар жалғастырады. Бұтақтанудың бұл тәсілі қайың, тал, алма, алмұрт, қараөрік, өрік, шие, шабдалы, үйеңкі, грек жаңғақ өсімдіктерінде кездеседі. Көптеген ағаштар мен бұталарға, шөптесін өсімдіктерге, қызанаққа, картопқа тән бұл бұтақтану түрі. Симподиалды бұтақтану басқаларына қарағанда қарқынды өтеді. Симподиалды бұтақтанудағы төбе бүршіктердің өсуін эволюциялық бейімделу деп қарастырады. Өйткені төбе бүршігі жанама бүршіктерінен жас өркендердің пайда болуын тежейді. Бұтақтанудың келесі түрі ол жалған дихотомиялы бұтақтану. Жалған дихотомиялы бұтақтану бұтақтанудың жеке бөлімін түзбейді. Ол симподиалды бұтақтанудың бір түрі. Өйткені жалған дихотомиялы бұтақтануда төбе бүршігі өсуін тоқтатады да, одан төмен орналасқан қарама-қарсы екі жанама бүршіктен бір мезгілде ашаланған бұтақтар өседі. Осылай бұтақтанудың нәтижесінде қарама-қарсы орналасқан бұтақтардың пайда болуы төменнен жоғары қарай жалғасады. Сөйтіп, төменгі ретті бұтақ өсуін тоқтатып, біртіндеп жоғарғы ретті бұтақ өседі. Жалған дихотомиялы бұтақтану сасық меңдуана, қалампыр, серігүл, тағы да басқа өсімдіктерінде байқалады. Өсімдіктердің басым көпшілігінің өркендері бұтақтанады. Сонымен қатар бұтақтанбайтын өсімдіктерде кездеседі. Мысалы, оған бақбақ өсімдігін айтуымызға болады. Сабақтың бірнеше түрі кездеседі. Тік сабақ, жатаған сабақ, өрмелегіш сабақтар, шырмалғыш сабақтар, қысқарған сабақтар. Тік сабақты өсімдіктерге жүгері, бидай, терек, емен, қайың және тағы да басқа өсімдіктердің сабағы жатады.
аты айтып тұрғандай, бұл өсімдіктердің сабағы тік болып келеді. Өрмелегіш сабақтар. Өрмелегіш сабақтар мұртшасы арқылы басқа өсімдікке жабысып, өрмелеп өседі. Өрмелегіш сабақты өсімдіктерге асбұршақ, жабайы бұршақ, жүзім және тағы басқалар жатады. Шырмалғыш сабақтар нәзік болғандықтан айналасындағы өсімдіктерге шырмалып өседі, мұртшалары болмайды. Шырмалғыш сабақты өсімдіктерге шырмауық, құлмақ жатады. Жатаған сабақтар. Жатаған сабақтардың өзі желі сабақ және мұртша болып екіге бөлінеді. Жатаған желі сабақтар өте әлсіз, жұмсақ болып келеді. Жер бауырлап жатады. Жатаған желі сабақты өсімдіктерге асқабақ, қияр, қауын, қарбыз жатады. Жатаған мұртша сабақтар. Мұртшаның желі сабаққа қарағанда буын аралықтары ұзын және топыраққа жанасқан жерінен қосалқы тамыр шығады. Жатаған мұртша сабақты өсімдіктерге құлпынайды мысал ретінде келтіруге болады. Қысқарған сабақ. Қысқарған сабақты өсімдіктердің сабағы өте қысқа болады. Мысалы, жоғарыда айтып өткеніміздей, бақбақ, жолжелкен, пияз, қырыққабат өсімдіктерінің сабақтары қысқарған сабақ болып келеді. Тамыр сабақ, түйнек, пиязшық түрін өзгерткен жер асты өркендеріне жатады. Өркендердің түрлене өзгеруі көп жағдайда олардың атқаратын қызметімен, өз бойына артық қор заттарын жинауымен, жылдың қолайсыз мезгілін басынан өткеруімен, вегетативтік жолмен көбеюімен тікелей байланысты болады. Тамыр сабақ өркеннің жер асты түр өзгерісі. Тамыр сабақ жапырақ шығармайтын көп жылдық жер асты өркен. Мысал ретінде інжугүл тамыр сабақтарын айтуымызға болады. Өркеннің жер асты түр өзгерістеріне түйнектер және пиязшық жатады. Түйнектер томпайып, түйнектеніп, ет жеңді болып түр өзгеріп кеткен сабақ. Түйнек сабақтың түп жағындағы жер асты қолтық бүршіктен дамитын өркеннің ұшындағы бүршік. Пиязшық түрін өзгерткен шырынды қысқарған жер асты өркені. Пиязшық сабағы өте қысқарып, жапырағы қабыршаққа айналып кеткен өркен. Қолданылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.